Сәлем достар, бүгін бізде әдеттегідей логикалық сұрақтар. Бұл сұрақтар арқылы ақылыңыз бен тапқырлығыңызды тексере аласыз. Қиын жұмбақтардың барлығын тек ақылды адам дұрыс шеше алады. Пікірге дәстүр бойынша қанша жұмбаққа жауап бергеніңізді жазып кетіңіз. Сіздермен бірге біз бәрі бар арнасы. Номер 1 сұрақ. Фермерде барлығы 16 қой болды. 12-ден басқасының бәрін сатып жіберді. Енді сұрақ, фермерде неше қой қалды? Дұрыс жауабы. Біз айтқанымыздай, ең бастысы мұқият болу керек. Барлығы 12-ден басқасын сатып жіберді деген болатынбыз. Сәйкесінше 12 қой қалды. Егер дұрыс жауап берсеңіз, лайк басып, әрі қарай жүрейік. Номер 2 детективтік жұмбақ. Пәтерде ер адамның өлі денесі табылды. Детективтер өлі адамды зерттей келе, жанынан тапанша мен диктофонды тапты. Диктофонды басқан кезде, мен өлемін, деп содан кейін атыс дыбысы естіле салысымен өшіп қалды. Детективтер бұл адамның өзін өзі өлтірмеген деп шешті. Неліктен? Дұрыс жауабы. Егер ол өзін өлтіретін болса, диктофон бірден өшіп қалмас еді. Номер 3 сұрақ. Тәжірибе жүргізілген ғарыш станциясында үлкен жарылыс болды. Ғарышкерлер 3 есік арқылы аман қалуға мүмкіндігі бар еді. Бірінші есікте от жанып жатыр. Екінші есікте қауіпті басқа ғаламшарлық. Үшінші есікте қауіпті улы газ. Ғарышкерлер тірі қалу үшін қандай жолды таңдайды? Дұрыс жауабы. 3 бөлім. Онда қауіпті уланып болғанымен, алайда ғарышкерлерде скафандр бар. Демек, осы есікті таңдаса тірі қалады. Осы сұрақтың тағы бір жауабы бар. Соны білсең, пікірге жазып кет. Номер 4 сұрақ. Детектив карталарынан ақшаны ұрлауға байланысты бірнеше істі тергеді. Полиция бөлімшесіне жауап алу үшін бірнеше жәбірленуші келді. Алайда олардың айғақтарында ортақ ештеңе болған жоқ. Детектив нәтижесінде ақша қалай ұрланғанын зерттеді. Олардың әрқайсынан смартфон көрсетуді сұрады. Және экранға қарап, ол ақша қалай ұрланғанын бірден түсінді. Ол не байқады? Дұрыс жауабы. Егер сіз детектив сияқты мұқият болсаңыз, онда барлық зардап шеккендердің телефонында бірдей қосымша бар екенін байқадыңыз. Хакерлер осының көмегімен банк карталарынан ақша ұрлаған. Номер 5 сұрақ. Олимпиада ойынында жанжал болды. Ұйымдастырушылардың бірі спортшының орнына робот жүргенін айтты. Ол дәл адам сияқты көрінетін. Дегенмен тәжірибелі судья трассаға қарап жүгіруден кейін әр спортшының қалдырған іздерін көріп, кімнің робот екенін анықтады. Робот кім және неліктен? Дұрыс жауабы. Егер сіз мұқият қарасаңыз, бірінші қатысушының робот екенін анықтадыңыз. Тек робот қадамдары арасында бірдей қашықтықта мінсіз түзу сызықпен жүгіре алады. Видеоның соңына да келіп қалдық. Видеоны лайк басып, каналға жазылып кетіңіздер. Сіздермен бірге біз бәрі бар арнасы.